Ой, девочки, қыздар, бүгін жігітім мені свиданиеге шақырды. Какой-то вип-казах дейді. Мужчина. Саламатсыз ба? Бүйтіп қосылады. Оба, свидание шақыратсыз ба мені? Иә. Бұртылсаң не? Антон. Привет, қалайсыздар? Жақсысыздар ма? Бізде барлығы жақсы. Кеше біз Инстаграм демалдық. Жалпы бір 2-3 күн болды сериалға кірсем мен вообще андай сторисқа шықпай қояды екен. Так что сериалға кірмейтін болып шештім. Бүгін соңғы күн көремін деп қоймен басам болды. Ей, жақ келесің бара жаққа. Ұстап тұрып жатырмын. Аба. Что сөйлесем? Ұрынып келеді ғой. Бірақ мен алдындағы сериал көріп отқан жоқпын, оның ортасын көрмей алдым, потому что кішкене бір жері ұнамай ішім пысып кетті бар ғой. Потом Лейла деген сериал кіріп кеттім. Күшті сол сериал ұнап отыр. Қазір телевизордан да болып отырған ғой. Потом бұйырса енді бір жақсы бір өзіміз үшін енді біз үшін күшті бір нәрсе болайын деп жатыр. Құдай қаласа бөлісеміз онда. Кішкене қалдым, кішкене. Бірдеңе қылып жалқауды қою керек. Мадинаның көңіл-күйі қалай екен? Жақсы шүкір. Бүгін Мадинаның күні болады. Мадина, қандай жауап естуге дайынсыз? Дайынсыз дегенде енді дайынбыз ғой? Екеуіне де ма? Енді андай нәрсе ғой. Мен шын ниетіммен айттым. Бірақ ол кісі ол жақта андай басқандай былай айтқанда өтірік айтты болса, эфир шын дейтін болса, онда жоқ деген жауап естеймін деген ойдамын. Сөйтіп ойлайтын болса, сөйтіп айтады деген ойдамын енді. Бірақ мен шын ниетіме сенетін болса, онда көреміз енді. Сіз шын ниетіңізбен айттыңыз. Сол? Қашаннан бері айтты сізге? Енді андай нәрсе ғой, просто Құдайды енді аузыма бекер салмаған шығар деп ойлаймын. Бір жағынан енді бағдарлас болғаннан кейін, ойласқаннан кейін ол кісіде қайырлы күн, қалайсыздар? Енді 3 күн күшті демалып келдім, Таразға барып, балалардың қасында болып, энергия алмасып деген сияқты ғой. Сол енді эфирға дайынмын, кішкене настроением әдем болып тұр, барлық жағынан күшті болып тұр. Енді осы настроением құртылмай бір бүгін солай күшті болып отырсам деген ой бар. Аха. тағдырлас болғаннан кейін заодно енді ол кісінің баласы бар. Бөтен баланы андай, мынау бөтеннің баласы, ананың баласы бөліп жармаймын да. Өзім өте бала жанымын. Бала десе өлемін кәдімгідей бар ғой. Сол жағынан енді барлығы жақсы болатын шығар енді. Құдайды аузыма бекер салып тұрмаған шығар деп сөйтіп ойлап. Сөйтіп қай кезден бастап ұнады? Былтыр білесіз ба, анау ше Айнұрмен төбелескен кез. Сол кезде ажыратты ма? Ажыратқан жоқ. Сіз қолдадыңыз. Бойында отырған кезде қойды, осындай нәрселер. Одан кейін тағы бір моменттер болған, енді айтпай қойын. Бірақ енді сол нәрселердің барлығы соған итерді деп айтсам да болады. Солай. Көріңіздер, бүгін міндетті эфирді Фархаттың жауабын бірге еститін боламыз.